бірден бастау деген атау дүниеге келген жоқ. Жекеменшік мектептерге қатысты мәселе болып жатыр. Бас құрылтайшымыз Нұрболат Омарұлы да өз пікірін білдіріп өткен болатын. Яғни 4.90-ға 4 құндылық. Ол тәрбие сағаты деген тек арнайы сағат болмау керек. Тәрбиені ата-анасы беру керек. Отбасы айналысу керек. Біздің басты міндетіміз сабақ беру болды. Енді әрине алғашқы жылғы шәкірттеріміз қатты есімізде қалады. Жалпы мектеп директорлық қызметіңізде өзіңіз бағалап кетсеңіз, 3+ жағы, 3- жағы. Кейде минусты плюсқа айналдырып жіберетін де жағдайлар болады. Негізі құрамның басым көпшілігі ол бізде жастар. Келісіп пішкен тон келте болмайды дейді ғой қазақта. Менің түсінігімде бақыт деген ол қанағат. Армысыздар, сіздермен бірге бастау подкастымыздың кезекті әрі ерекше маңызды қонағы Абдрасилов Абылай Ұстаз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Абылай Ұстаз бізде Бастау Түркістан мектебінің директоры және география пәнінің мұғалімі. Білмейтіндер болса, таныстырып өттім сізді. Жалпы бізде осы Бастау мектебінің құрылғанына биыл 8 жыл уақыт болды. 8 жылдықпен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бастау мектебіміздің алар асуы көп болсын деп тілеймін. Жалпы осы Бастау мектебінің ең алғаш құрылуынан бері жүрген ең маңызды осы Бастау мектебіне тірек болып жүрген ұстаздардың бірісіз. Жалпы Бастау мектебін құруда алғашында осы оқу орталығы ретінде басында құрылды. Осы кезде Бастау деген атауды қайдан біліп қойдыңыздар? Идеясы негізі қандай болды? Қайырлы күн, рахмет шақырғандарыңызға. Сұрақ, өте орынды сұрақ. Көп қойылады осы Бастауға алғаш келген шәкірттер болсын, ата-аналар болсын, немесе жаңадан қатарымызға қосылып жатқан ұстаздар. Бірақ енді біздің осы оқу процесте жүрген және бітіріп кеткен түлектер барлығы біледі деп ойлаймын. Алғашында оқу орталығы ретінде ашылып, бірден Бастау деген атау дүниеге келген жоқ. Бастапқы уақытта енді шәкірттердің көзқарасын қарадық. Сол кездегі алғашқы әріптестеріміздің, басшыларымыздың көзқарастарымен әртүрлі идеялар, әртүрлі атаулар болды. Бірақ уақыт өте келе осы негізгі құрылтайшымыз болып табылатын Нұрболат Омарұлы неге осы бір қазақша керемет атауды қоймасқа деген оймен бір 2 айдай ұзақ уақыт ойланып, осы атауға келді. Бастау деген атауға бұны қоюдағы негізгі себеп осы шәкірттеріміздің алдағы үлкен өмірдегі өмірлеріне, жолдарына бір баспалдақ бастау болсын, сәтті қадам болсын деген ниетпен, үлкен мақсатпен осы атау келді дүниеге. Басында енді әртүрлі көзқарастар болған болуы мүмкін, бірақ қазір енді қоғамға бұл атау сіңіп кеткеннен кейін, елдің бәрі Бастау деп танығаннан кейін, өзімізге де ұнайды, керемет атау. Бір жерден бір Бастау туралы жақсы нәрселер естіп жатсақ, үнемі қуанып отырамыз. Осы бір қазақша атауды таңдағанымызға мен қазір қуаныштымын, шынымен дұрыс таңдалған атау деп санаймын. Ең сәтті атау деп, Сәтті атау, Жалпы Бастау мектебінің құрылғанына 8 жыл болды дедік, ал сіздердің осы білім саласында келіп жатқандарыңызға келесі жыл 10 жыл уақыт болады. Жалпы Бастау мектебінің болашағына көп адам сенеді. Қаншама тұрақты ата-аналары бар, оқушылары, өзінің түлектері, шәкірттері бар, өзінің ұстаздық құрамы бар. Жалпы осы мектептің дамуы үшін сіздерде қандай бір жұмыстар жүргізіліп жатыр? Енді жылдан жылға Бастау ұжымы да кеңейіп жатыр. Қазір Түркістан қаласында 2 мектеп, Кентау қаласында 1 мектеп, және де алда жоспарланған тағы да қосымша ашылуы мүмкін корпустар, мектептің жобалары және мектептен осы білім саласымен, тәрбие саласымен қатысты әрине жоспарлар көп басшылық құрамда. Дегенмен енді алдын ала бір нәрсені кесіп айту қиын, себебі қазір білесіздер, өзгермелі заман ғой. Әп-сәтте көп нәрселер өзгеріске түсіп жатады. Сондықтан да алдағы жоспарларды енді нақты айтпай ақ қояйын, бірақ болашақта осы білім әлемінде, осы салада бір үлкен өзгерістер болады. Жалпы бұл саланы тек теориялық деңгейде, теориялық білімдер негізінде емес, практикалық мектептер негізінде дамытып, тіпті өндіріске дейін барсақ, осы елдің экономикасына оң әсерін тигізетін бір өндіріс орындарын салуға дейін, жалпы Қазақстан экспортын, импорт саласындағы үлкен өзгерістерді алып келуге, жаңа өнімдер шығаруға,
сол бағытқа дейінгі негізі басшылықтың ойлары, идеялары бар. Ол бірден жүзеге аса қоймайды, әрине кезең-кезеңмен бұйыртса алдағы уақытта жүзеге асады. Оны енді өзіміздің түлектеріміз, оқушыларымыз, барлық жанашырларымыз уақыты келгенде таныса жатады деген ойдамыз. Ең бастысы дәл қазір тұрған нәрсе дәл осы жылға, яғни барынша осы білім сапасын көтеру, және осы шәкірттерімізге осы бекітілген қазір елімізде де қабылданып жатқан адал азамат деген үлкен біртұтас тәрбие жобасы бар. Соның аясындағы құндылықтарды барынша осы жылға қолымыздан келіп баратқан шәкірттерге сіңдіріп жіберу үшін әр тоқсанда өзі жасалып жатқан құндылыққа байланысты бағыттар бар. Қысқа мерзімді жоспарымыз жалпы осы білім сапасын көтеру және де осы шәкірттерімізге адал азамат құндылықтарын енгізу. Ал алдағы үлкен жобаларымыз жоғарыда атап өткендегідей, оны енді уақыт келгенде көре жатармыз. Жаңа өзіңіздің сөзіңізде айтып кеттіңіз, қазір ешнәрсе тұрақты емес, үнемі өзгеріп отырады деп. Қазір бізде өзекті болып жатқан үлкен жаңалықтарда да оны көрсетіп жатыр, ол өзімізге де белгілі, жалпы халық та біліп отыр. Жекеменшік мектептерге қатысты мәселе болып жатыр. Соған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Енді жақында осыған қатысты бас құрылтайшымыз Нұрболат Омарұлы да өз пікірін білдіріп өткен болатын. Енді қоғам болғасын әртүрлі көзқарас болады, бірақ расымен де ең әділ таңдау шынымен халықтың таңдауы болу керек. Ол халықта негізі қоғамда таңдау құқығы болу керек әр балада. Ол мемлекеттік мектепке бара ма, жекеменшік мектепке бара ма, немесе басқа да тереңдетілген арнайы интернат, лицейлерде оқи ма, әр баланың өзінің қалауына сәйкес болу керек деп ойлаймын. Енді бұл мәселе енді жекеменшік мектептерге қатысты қаржыландырудың тоқтап қалуы, ол тек бір уақытша болып жатқан дүние деп ойлаймын. Және бұндай дүниелерде негізі керек. Осы кезде негізі осылай сын сағаттарда негізі кімнің мақсаты, миссиясы шын мәнінде осы білім әлеміне, ұрпақ тәрбиесіне арналғанда көрініп қалады. Осылай сараланып келіп, түбінде мықтылар, яғни нарықтағы, қоғамдағы өз орнын табады. Біз де солардың қатарында боламыз деген үлкен сенімдеміз. Жалпы бұл айтылып жатқан дүниелер тек уақытша дүниелер деп ойлаймын. Негізі ол қай дамыған елді алмайық, жекеменшік ұйымдардың, жекеменшік мектептер болсын, университеттер болсын, сан ғасырлық тарихтары бар. Біздің елімізде соңғы жылдар ғана көбейіп келе жатса, ол дамыған, дамушы мемлекеттердің көпшілігі қазір біз үлгі тұтып жүрген бұл салада бұрыннан келе жатыр. Және солардың тәжірибесіне қарайтын болсақ, бәрібір нарықта сол алға дұрыс жоспар қойған, яғни өздерінің миссиясын тапқан, сондай-ақ бәсекеге қабілетті мектептер бәрібір қоғамда, ол жекеменшік болсын, мемлекеттік болсын, өміршең болады және қоғамда өз орнын табады. Солай деп ойлаймын. Осы бір қиын сәтте сіздерден аман-есен шығып, өздеріңіздің осы ниет белгілеріңізге, алдағы мақсаттарыңызға жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Жаңа айттық, жалпы бізде бастау мектептерінде әр тоқсанға бір құндылық бекітілген осы жылдан бастап, яғни 4 тоқсанға 4 құндылық. 4 құндылықтың бізде біріншісі ол бауырластық, екіншісі еңбексүйгіштік болып жатыр. Жалпы бұл 4 құндылықты қандай факторлар, қандай бір негізде қабылдадыңыздар? Енді бұған дейін де бізде мектепте әртүрлі осыған дейінгі оқу жылдарында практикалық жүзде өткізіп көрдік. Бұрын бізде аптаның аттары болатын, кейін оларды айға ауыстырдық, 9 айға 9 құндылық деп есептеп. Сосын бір айдың өзі кейде бір құндылықты түсіндіруге, бір құндылықтың толыққанды мәнін ашуға кейде аз екенін түсініп, сондықтан бір тоқсанға бір құндылық деген жүйе енгіздік. Бұны енді құндылықтардың тақырыбын таңдауда негізі тәрбие орынбасарлары басты назарды сол мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған сол адал азамат біртұтас тәрбие жобасының ішінен алып келіп отыр. Бұл жерде бауырмалдық та, бауырластық құндылығы, сондай-ақ еңбексүйгіштік те барлығы сол жобаның аясында жасалып жатыр. Және соған барынша өз идеяларымызды, креативтерімізді қосып,
іс-шаралар жасауға, оқушыларға осының мән маңызын түсіндіруге қазір осы тәрбие саласының мамандары мен сынып жетекшілері атсалысып жатыр. Жалпы бұл құндылықтардың аясында біздің инстаграм желімізде де жалпы мектептерде болып жатқан іс-шараларды көрсетіп отырады. Жалпы біздің бастау мектептерінің ең басты құндылығы білімнен де бұрын тәрбие екені белгілі. Ол өзіңіздің сөзіңізде де айтып жатырсыз. Жалпы біздің бастау мектептерінде білім беру мен тәрбие берудің арасында тепе-теңдік қалай сақталып жатыр? Қиындық соқтырып жатқан жоқ па? Негізінен жоғары сыныптар болғаннан кейін енді бір мектептеріміз 7 мен 11 арасында, 7-ші сыныптан бастап қабылдайды. Ал бір мектебімізде қазір 10 мен 11 сыныптар. Жоғары сыныптар болғаннан кейін оларды енді бастауыш сыныпта немесе орта буынды мектептерде қандай ортада болғанын, қандай ұстаздардың алдынан өткенін нақты бейхабар болғаннан кейін оларды көбірек зерттеу бізге керек. Яғни солармен бір толқында болу үшін, олардың ойын түсіну үшін, халдеріне кіру үшін деген сияқты ұстаздарымыз өте көп жұмыс жасайды. Солардың жүрегіне жол табуға тырысады. Тәрбие, дұрыс айтасыз, өте білімнен де алдыңғы қатарға қойылады бізде. Себебі біз миссиямыз негізі тек білімді азаматтарды ғана тәрбиелеп шығару емес, сонымен қатар осы өзінің айналасына, қоғамға пайдалы, тек өзіне ғана емес, айналасына да сондай септігін тигізіп жүретін, көмегін тигізіп жүретін тұлғаларды дайындау. Енді бұл қаншалықты тепе-теңдік дегенде бір нақты бір өлшем жоқ. Себебі бұл көзге біртіндеп көрінетін дүниеде. Бірден тауардың сапасы сияқты бірден көріне қоймайды. Ертең бұл түлектер бізден түлеп ұшып шыққаннан кейін қоғамның түрлі салаларына барғаннан кейін, студент болғаннан кейін, жұмысшылар қатарына кіргеннен кейін, әріптестерімен араласқанда қоғамда өз-өзін ұстауы, жүріс-тұрысы сол кезде көрінеді деп ойлаймын, тәрбиенің нақты нәтижесі. Енді оны қазір біз нақты өлшеммен айта алмаймыз, бірақ барынша осы нәрсенің арасында тепе-теңдік ұстауға, тек бір бағытта емес, тек тәрбие бағытында ғана емес, немесе тек білім бағытында ғана емес, екеуін де қатар алып жүруге тырысамыз. Бізде мысалы мектепте көп мен ұстаздарға ескертетін дүние, ол тәрбие сағаты деген тек арнайы сағат болмау керек. Ол әрбір сабақтың бір 5 минут осы нәрсеге арналу керек. Мысалы 50 минут сабақ деп есептейтін болсақ, немесе 45 минут сабақ деп есептейтін болсақ, соның 5 минуты міндетті түрде ол тәрбиемен байланысты, өмірмен байланысты, осы құндылықтармен байланысты форматта болу керек. Сол нәрсені үнемі мен ұстаздарға осы нәрсені ескертіп отыруға тырысамын. Сонда осы екі процестің арасындағы жалпы тепе-теңдік сақталады деген ойдамын. Енді тәрбие деп жатырмыз ғой. Жалпы елімізде кейбір ұстаздардың өзінің бір пікірі бар. Тәрбиені ата-анасы беру керек. Отбасы айналысу керек. Біздің басты міндетіміз сабақ беру болды. Ары қарай біздің жауапкершілігіміз емес деген пікірдегі ұстаздар бар. Оған көзқарасыңыз қалай? Енді бұл нәрсе жауапкершіліктен бір қашу сияқты. Себебі балаға өзі тәрбиені сол үш орта бере алады дейді. Әрине туылған кезден бастап ата-анасының рөлі өте маңызды, әрине, егер ол балаға жақын болса. Ал егер кейбір ата-аналарымыз мысалы жұмыстан қолы босамай деген сияқты күйбең тіршілікпен солай болуы мүмкін, немесе әртүрлі енді тағдырдың сан қилы жолдары бар деген сияқты ата-анасынан ерте айырылған шәкірттеріміз бар. Сонда олар тәрбиені мысалы қай жерден алады? Әрине, ол қоршаған ортадан, бірінші кезекте, сондай-ақ жақсы көретін ұстаздарынан алады. Сондықтан бұл жерде үлес салмақ әрине ата-ана жағында көбірек болғанымен, бәрібір де оны ары қарай көзін ашушы ұстаз болғаннан кейін, айналасындағы ортамен бірге өсетін болғаннан кейін, олардың да ықпалы өте зор. Сондықтан оны тек қана бір бағытта қарастыруға болмайды. Ұстаздың да өз орны бар, шәкірттің жалпы өмірдегі жолын табуына, ата-ананың да өз рөлі бар, және де ортасында әрине әсері зор. Енді бастауыш сыныптарда көбінесе әсіресе алғаш ұстазы әсер етеді, және ата-анасы әсер етіп жатса, енді жоғары сыныптарда
ата анасынан гөрі негізі ұстаздармен ортасы әсер етіп жатады көп балдардың өзгеруіне. Сондықтан да тек бір жақты қарамай, бұл нәрседе өзінің жалпы орны бар екендігін, жалпы бұл нәрседе өзінің маңызды тұлға екенін сезіну керек деп ойлаймын. Ұстаздар жалпы бұл жауапкершіліктен қашпау керек. Қайта осы жауапкершілікті өз мойнына алып, баламен көбірек жақын болып, онымен сырласып, сұхбаттасып, ақыл кеңестерін молынан беріп, жалпы қоғамдағы өз орнын тауып кетуіне тікелей ықпал етуші тұлға болу керек. Енді бастау мектептері бізде 8 жылдың ішінде 10 мыңнан астам шәкірт шығарды. Оның басынан бері өзіңіз жүрсіз, және ол шәкірттердің барлығын өз көзіңізбен көрдіңіз, сабақ бердіңіз. Жалпы сол кездегі ең алғаш ашылған кездегі оқушылар мен қазіргі оқушылардың арасында қандай айырмашылық бар? Олардың мамандық таңдауында болсын, сабақ үлгерімінде болсын, жалпы ұстаздармен қарым-қатынасында болсын, қандай айырмашылықтарды байқайсыз? 8 жылдың ішінде өте көп дүниелер өзгерді. Енді әрине алғашқы жылғы шәкірттеріміз қатты есімізде қалады. Себебі алғаш жылда енді әрбір тәжірибесіздіктен басталады дейді. Мүмкін тәжірибесіздіктің салдары ма, енді әртүрлі осы шәкірттерге байланысты шараларды жасап, оқушыларымызбен етене жақын болуға тырысып, кейбір жобаларымыз сәтті болып, кейбір жобаларымыз ойдағыдай болмай қалып, әртүрлі сондай қызықтармен болды. Бірақ десек те соның барлығын көтере біліп, бізбен бірге болған, шын ниетімен әлі күнге дейін қоғамда көріп қалып жатқан кезде, немесе мерекелерде құттықтап, немесе осы түлектер кездесуінде келіп жататын шәкірттеріміздің орны ерекше. Ол кездегі шәкірттеріміз, яғни алғашқы жылдардағы шәкірттер, ең үлкен ерекшелігі деп айтайын, бізге риясыз сенетін ұстаздарға, біз не айтсақ та соны қалт жібермей орындауға тырысатын, оны дұрыс немесе бұрыс деп, немесе өз ойларымен түрлендіруге тырыспайтын. Ал енді қазіргі шәкірттерге келетін болсақ, қазіргі шәкірттерде өз заманына, өз мынау ұрпақтар генерациясы дейміз ғой, соған сәйкес ойлану жүйесі бар. Қазіргі шәкірттердің ең ұнайтыны, көп шәкірттеріміз қазір енді ақпарат, білім беру платформалары, көп нәрселер, әлеуметтік желілер қолжетімді болғандықтан ба, көзі ашық, сосын бір нәрсеге сыни ойлай алады. Сондай сыни ойлай алатын, және көп жағдайда өзіне не керек екенін және болашағын жақсы елестете алатын шәкірттеріміз бар. Енді барлығы бірдей емес, бірақ көпшілігінен сондай бір өзгешелік байқаймыз. Және бұл да бір ұлттың оянуы, бір жақтың тілімен айтатын болсақ, соның бір көрінісі сияқты. Жыл өткен сайын, жалпы енді біз қазір көбінесе үлкендер тарапынан жастарды түсінбеушілік, немесе ата-аналар тарапынан, ата-әжелеріміз тарапынан сондай дүние орын алып жатады. Бірақ десек те ол жастардың ішінде де сондай өзгеше ойлайтын, өз болашағына бей-жай қарамайтын, жалпы алдағы нақты даму жоспарлары бар, сондай жастар бар. Солардың көп болуы қазіргі жастардың ішінде сол нәрсе қуантады. Енді бірақ барлығы бірдей емес, ішінде кейбір тұйықталып қалған жастарымызға кездеседі, тұйықталып қалған оқушыларымызда. Енді олармен сол ұстаздардың, психолог, педагог мамандықтарын және өзінің ортасын көбірек жұмыс істеуі қажет деп білемін. Жалпы қазіргі шәкірттермен алғашқы жылғы шәкірттеріміздің негізгі бір айырмашылықтар деп осыларды айтуға болады. Бәрібір де бірақ өзімізге сол енді алғашқы жылғы шәкірттеріміз әрқашанда бір ойымыздан кетпейді, ыстық болып, солай болып көрініп тұрады. Жалпы солай. Енді сіз бұл мұғалімдік қызмет арқылы оқушылардың айырмашылығын байқап жатсыз ғой. Ал енді басшы ретінде ата-аналардың, сол кездегі ата-аналар мен қазіргі ата-аналардың арасында қандай айырмашылықтар бар? Енді басшылық қызметке келгенімізге де көп болған жоқ. Осы 3-4 оқу жылы болды. Қазір басшылық қызметте жүргенімізге, бұл басшылық қызметте бізге тәжірибе болып жатыр қазір. Жылдан жылға ата-аналармен жұмыста, ұстаздармен жұмыста, тәжірибе жинақтап жатыр, командамен жұмыста деген сияқты. Енді ол кезде де енді басшы болмасақ та алғаш жылдары
ата-аналармен бәрібір байланыста болдық. Сынып жетекші ретінде немесе пән мұғалімі ретінде оқушының жалпы үлгерімін, тәртібін бірге талқылайтын тұғымыз. Қазір де ол процесс жүріп жатыр. Қазіргі ата-аналардың бір ерекшелігі ретінде айтуға болады. Көбінесе жылдам болғанын қалайды бір нәрсенің. Нәтиженің мысалы жылдам болғанын, баласының бойынан тез өзгерістерді байқағысы келеді. Бірақ бұл бағана сөзіміздің жоғарысында айтып кеткендей, білім мен тәрбие процесінде бұл бірден жетістікке жету өте қиын. Бекерден бекер айтпайды ғой, білім ине мен құдық қазғандай деп ше. Бұл өте қиын жол. Өнімділігі қатты көрінбейді бірден. Ол ұзақ жылдардан кейін көрінеді. Сондықтан да бұл жерде бірден нәтиже күту негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Өз пікірім. Қазіргі ата-аналарда тек сондай кішкене асығыстық бар. Әйтпесе негізі осы 7-8 жылдың ішінде бір үлкен өзгеріс бар деп айта алмаймын. Сосын қазіргі ата-аналар бұрынғы ата-аналармен салыстырғанда өз баласымен, өз қызымен көбінесе кеңеседі, пікірімен санасады, мамандық таңдау мәселесінде әсіресе осы жағынан көрініс тауып жатады. Мысалы, қазір кейбір заманауи мамандықтар бар. Ол мамандықтарды кейбір ата-аналардың өзі де түсінеді, оған дұрыс көзқарас танытады. Мысалы, 5-6 жыл бұрын ол мамандықтарда кейбір ата-аналар түсінбей жатса, қазір ол кейбір ата-аналар үшін түсінікті. Ақпараттар түрлі желілерде жарияланып жатқаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдары бар, әртүрлі жерлерден ақпарат алып жатқаннан кейін соның да ықпалы болу керек. Осы нәрселерге дұрыс көзқарас танытады. Қазіргі мен бұрынғы ата-аналардың бір ерекшелігі осы. Енді басшы болғаннан кейін ата-аналармен тікелей жұмыс жасайсыз. Сонымен қатар сіздің ең басты бір қызметіңізге кіретін ол ұжыммен жұмыс жасау. Ұжымның арасында командалық бірлікті қалыптастыру, оның жалпы осы қызметтер саласында өзіңізге бір қиындық тудыратын жағдайлар бар ма? Осы ұжымның арасында басқаруда деген сияқты. Енді әр команданың мүшесі әртүрлі ойлайды, әрқайсының білім деңгейі жалпы әртүрлі. Соған байланысты кейбір мәселелерді талқылауда әртүрлі көзқарастар туындайды. Енді ол заңды құбылыс деп ойлаймын. Себебі ол жерде енді әр адам жеке тұлға болғаннан кейін барлығы бірдей ойлауы міндетті емес. Бірақ солардың ішінен кеңесе отырып, ортақ бір шешімді таба алу, ортақ бір баршамыз үшін, шәкірттер үшін де, ұстаздар үшін де, ата-аналар үшін де бір тиімді жолды таба алу, ол енді үлкен, былайша айтқанда өнер деп айтуға болады, үлкен шеберлік деп айтуға болады. Енді ондай шеберлік дәрежесіне жетпесек те, қазір сол нәрсенің кемел болуына ұмтылушы команданың қатарындамыз деп ойлаймын. Барынша осы әріптестерімізбен ақылдасып, кеңесіп жұмыс жасауға тырысамыз. Келісіп пішкен тон келте болмайды дейді ғой қазақта. Яғни әрбір командада бұл маңызды деп ойлаймын. Әрбір команданың мүшесінің пікірін ескеру және олардың көңіл күйлерімен жұмыс жасау, сондай-ақ ұжымдық ортақ іс-шараларды көбейту. Ұстаздар арасында байланыстың түрлі бағыттарын қарастыру. Ол спорттық жағынан болсын, мәдени болсын, күнделікті тұрмыстағы бір-бірімен қарым-қатынасы, осы нәрселердің барлығын жүйелі ұйымдастыру. Соның нәтижесінде негізі командамен жұмыс істеу жеңілірек болады. Жалпы басшы ретінде өзіңіздің үлгі тұтатын адамдарыңыз бар ма? Мысалға бізде қазақтың тарихын алатын болсақ, өте көп ондай тұлғалар лидер болған, осы қазақ халқын алға бастаған, өзінің бір ұлттық идеясы болған деген сияқты. Мысалға біздің кейбір осы басшылықта жүрген ұстаздарымыз айтады, менің үлгі тұтатын адамым ол Бауыржан Момышұлы деп. Өйткені оның командасына әр адам оның аузынан бір бұйрық есту өте үлкен қуаныш, үлкен мәртебе болған. Сондықтан мен ол кісінің өмірін зерттеймін, кітабын оқимын деген секілді. Ал сіз осы басшылық қызметте лидер болуда кімдерді үлгі тұтасыз? Енді нақты бір адамды мен тек осы адамды ғана үлгі тұтып қоямын, сол адамға еліктеймін деп айта алмаймын. Себебі көп адамдардың өмір баянымен танысқаннан кейін
әр адамның бір жақсы қасиеттерін, жақсы шешімдерін, жақсы ойларын алуға тырысамыз. Енді әрбір тұлға ол әрине белгілі бір дәрежеде жетістікке жетеді, бірақ кейбір салаларда оның кемшіліктері де болуы мүмкін. Бәрібір енді адам болғасын, пенде болғасын, сондай дүниелер орын алуы мүмкін. Сондықтан тек бір тұлғамен немесе бір адаммен қалып қоймаймыз. Яғни қандай бір салада жетістікке жеткен тұлғалар бар. Өзіміздің әрине саламызға, осы әсіресе педагогикаға жақын болса, тіптен жақсы. Солардың салып кеткен жолын, дұрыс ойларын алуға, солардың тәжірибесін алуға тырысамыз. Сол уақытта көп семинар тренингтерге, басқаларға қатысып жүреміз. Мысалы, мен өзім осы бала тәрбиесінде оқушылармен жұмыста қазір көп жұмыс істеп жатқан ұстаздардың тренингтеріне қатысып тұруға тырысамын. Сенбі жексенбілерді пайдаланып осы Шымкент қаласында, кейде Алматы қаласына да барып келіп жатамыз. Мысалы, Асхат Абжанов деген кісі бала тәрбиесіне қатысты көп жақсы идеялармен, инсайттармен бөлісетін. Сол сияқты тек бір ғана адам емес, бірнеше адамдарды атауға болады. Әрқайсысынан бір жақсы қасиеттер алуға болады деп ойлаймын. Жақсы. Ал біздің осы бастау мектептерінде негізгі құрамның басым көпшілігі ол бізде жастар. Жастармен жұмыс істейсіздер, біздің оқушыларымыз да жастар деген сияқты. Жалпы жастармен жұмыс істеу кезінде олардың осы табысқа жету, өмір жолында ең жасайтын үлкен қателігі қандай деп ойлайсыз? Иә, командамызда жастардың үлесі шама баршылық. Енді жастың тілін жас түсінеді дейді ғой. Қазіргі заманға толқынның шәкірттеріміздің тілін барынша осы жас буынды ұстаздар жақсырақ түсінеді және олармен жақсы бір қарым-қатынасқа түсе алады. Осы бағытта олардың жұмысы тиімдірек болады. Әрине енді тәжірибелі ұстаздарды да біз шетке ысырып қоя алмаймыз. Әрбір салада өзінің тәжірибесін жинақтаған ұстаздарымыз сол жастардың басқасында бірлестік жетекшісі ретінде, пән бірлестіктерінің басшысы ретінде қастарында үнемі жүріп, ақыл кеңестерін беріп жүреді. Семинарларда бізде жыл сайын жылына 2 рет болып жатады. Сол семинарларымызда өздерінің үлгілерімен, жалпы тәжірибелерімен бөлісіп жатады. Жастардың көп болуы меніңше бір қорқыныш емес, керісінше солар арқылы көп креативті идеяларды ары қарай жүзеге асыру. Енді жас деген энергия ғой негізі. Сол энергиясын пайдаланып, энергиясын жақсы қарай көрсетіп, сол арқылы жақсы дүниелер жасап шығаруға болады. Енді жастарымыздың және шәкірттеріміз де жастар ғой, енді олардың енді үлкен қателігі бар деп айта алмаймын, бірақ барлық адамға ортақ қателік шығар, асығу деген нәрсе. Көбінесе қазір асығып әрбір нәрсенің тез болғандығын қалайды. Оны кейде жас мамандарымыздан да байқап жатамыз, көбірек енді оқушы жастарымыздан байқап жатамыз. Тез бір нәрсеге жеткісі келеді, тез жетістікке жеткісі келеді. Негізі тез болған нәрсенің қадірі болмайды. Ол қиналумен, сондай белгілі бір этаптардан өтіп, сөйтіп барып келген кезде ол нәрсенің қадірі болады және өміршең болады. Сондықтан мен жастарға, жас мамандарымызға көбінесе асықпаңыздар деп айтқым келеді. Бастысы тәжірибе жинақтаңыздар, өздеріңіз салаларыңыз, сфераларыңыз бойынша. Ары қарай жетістік сіз асығып жүрген дүние өз орнымен келетін болады. Өте керемет кеңес. Енді осы мектеп директоры сіз деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы мектеп директорлық қызметіңізде өзіңіз бағалап кетсеңіз, 3+ жағы, 3- жағы. Директорлық қызметтің мен ойланбаппын жалпы плюс-минус жақтарды. Енді бірінші минус жақтарынан бастайын десең. Енді ол минус деп айтуға да болмайтын шығар. Әр адам өзіне байланысты деп ойлаймын. Кейде андай минусты плюсқа айналдырып жіберетін де жағдайлар болады. Солай. Минус жақтары ретінде енді барлық салаға сен тікелей жауаптысың. Ол ұстаздар қауымына байланысты болсын, оқушыларға байланысты, оқу тәрбие процесіне,
ол тіпті тамақтану, шаруашылық саласындағы кейбір заттар. Осының жауапкершілігі кішкене шаршатуы мүмкін. Бірақ ол нәрсені минус деп қарауға бола ма болмай ма мен нақты білмеймін. Бірақ ең бірінші осы басшыларға үлкен салмақ салатын нәрсе бір дүние, яғни жауапкершіліктің көп болуы. Жауапкершілік көп болуы. Минус дейтіндей бір минус көріп тұрған жоқпын. Қайта көп плюс жақтары бар сияқты. Командаға өз идеяңды жеткізуде, енді басшы болсын бәрі сыйлап құрметтейді, тыңдайды, сізбен кеңеседі көп жағдайда. Оқушылармен де байланыс орнатқан кезде бұл нәрсе сіздің басшы болуыңыз бір белгілі бір дәрежеде бір қарым-қатынас орнатуға жақсы бір көпір, жақсы бір жол сияқты. Осы жағынан тиімді пайдалануға болады деп ойлаймын. Басшылық қызметті командамен жұмыс істеуде, оқушылармен жұмыс істеуде, жекелей жұмыс істеуде де, топпен жұмыс істеуде де өзінің бір ерекше бір деңгейі бар десек болады. Өте үлкен рахмет жауаптарыңызға. Енді осы уақытқа дейін сізге педагогикалық бағытта және өзіңіздің осы директорлық қызметіңіз бойынша сұрақтар қойдық. Енді сіздің негізгі мамандығыңыз, негізгі жұмысыңыз ол география пәнінің мұғалімі. Осы география пәні бойынша мен сізге сұрақ қойғым келеді. Өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз болады. Егер әлем картасын өзгертуге мүмкіндік берілетін болса, қай елдің шекараларын өзгертер едіңіз? Және не үшін? Енді әр адам өзінше ойлайды ғой. Бірақ бұл қазіргі нақты қалыптасқан әлемнің картасы, ол бекерден бекер осылай болып тұрған жоқ. Ол жерде бір ғана адамның ой пікірі негізінде жүзеге асты деп ойламаймын. Қаншама адамдардың еңбегі болды. Мысалы, біздің Қазақстанның картасын қарайтын болсақ, біркелкі түзу сызық емес. Мысалы, Африкада бір елдер бар, түзу сызықтармен бөліне салған. Египет, Мали, мысалы, Алжир деген сияқты мемлекеттерде көбінесе түзу сызықтарды байқаймыз. Ол мемлекеттердің тарихын оқып қарасақ, олар кезінде бір отар ел болған. Сол отар иеленуші елдер өз отарларын таратқан кезде олардың шекарасын түзу сызықпен ғана бөліп берген. Ал енді Қазақстанның шекарасын қарайтын болсақ, оның әрбір жері кірген, шыққан иректерін қарайтын болсақ, мысалы, контурларын, яғни біз ол жерде осыған дейінгі ата-бабамыздың, осыған дейінгі тұлғаларымыздың, батырларымыздың үлкен сол жердің әрбір территориясы үшін таласқандығын, күрескендігін бір көрінісін байқауға болады. Осы бір контурлар арқылы. Сондықтан да бұл үлкен тарих, оны өзгерту бір жағынан уақытша ғана бір дұрыс жол болып көрінгенімен, көп адамдардың еңбегін жоққа шығару, қиянат жасау болып кетуі мүмкін. Сондықтан мен қазіргі әлем картасын өзгертуді қаламаймын. Керісінше осы бар территорияларды ары қарай дұрыс игеріп, дұрыс мақсатта пайдалану, бейбіт мақсатта пайдалану, қарқынды даму, сол жағын қолдаймын. Негізі өте күшті ой айттыңыз. Мен өзім ойланбаппын, не үшін Қазақстан территориясы ирек деген. Ізденіп көру керек екен, өте күшті ой айттыңыз. Иә, оның әрбір контурына, кірген шыққан жерлеріне ата-бабаларымыздың еңбегі бар. Ол бекерден бекер солай кіріп шыққан емес. Әшейін біреудің бір сызасаған бір сүйрет емес та. Яғни ол жерде үлкен еңбектің былайша айтқанда көрінісі тұр. Енді келесі екінші сұрақ сізге. Жер шарында егер сізге бір күнге телепортация мүмкіндігі берілсе, қай жерде оянғыңыз келеді? Енді біз сабақ барысында ойша негізі әрбір айтып жатқан объектімізде боламыз негізі. Мысалы, әлемдегі ең биік тауларды айтсақ та, немесе адам аяғы баспайтын жерлерді айтсақ та, немесе ғарыштың түрлі объектілерін айтсақ та, барлық жерде ойша бола аламыз. Бірақ бәрібір де өзіміздің туған жеріміз Қазақстан, ол бәрібір ыстық. Негізі әр адам үшін мүмкін енді арманның бір бөлігі болуы мүмкін, белгілі бір елдерді, белгілі бір жерлерді саяхаттау. Мен үшін бәрібір әрбір таңды осы тәуелсіз Қазақстанда өткізген ең дұрыс деп ойлаймын. Ең дұрыс күн деп ойлаймын. Мүмкін болашақта енді неше түрлі елдерге саяхат бабымен көру үшін, танысу үшін баруымыз мүмкін. Бірақ
әрбір таңымды мен осы Қазақстанда атқанын қалаймын. Баратын жеріңнің болғаны бір керемет дейді да, ал қайтатын елің болғаны мың керемет дейді да. Шынымен осындай тәуелсіз еліміздің болғандығы біз үшін ең керемет. Сол үшін осы елді таңдаймын мен бәрібір, Қазақстанда, өзім туған жерімді. Тарихи отанымыздың болуы өзі үлкен бақыт. Келесі сұрақ, жалпы бізде әр пән өзі таласып жатады, ағылшын өзіне тартады. Яғни шетелге шыққанда ағылшын керек дейді. Математиктер өздеріне тартады, физиктер өздеріне тартады. Ал енді сіз өзіңіздің пәніңіз, яғни география егер мүлдем болмаса, адамзат қандай маңызды дүниеден айырылатын еді? Енді бұл география деген сөздің өзі гео жер, графа сипаттаймын жазамын дейді ғой. Адам енді өз тұрып жатқан объектісін, өз тұрып жатқан үйі ғой, былайша айтқанда жер шары. Соны жақсы танымаса, оны құрдымға жібереді да. Мысалы, адам белгілі бір үйге лайықсыз болса, расымен ол үйді әп-сәтте жойып жіберуі мүмкін. Мысалы, бір адамға екі этажды коттеджді бердік, бірақ ол коттедждің, былайша айтқанда заманауи коттедждің қалай қолданылуы, қандай мақсатта, қай жерінде не бар екендігін білмесе, шынымен ол жерде ол адамның өзіне бірінші кезекте ол қауіпті да. Сол сияқты біз бұл планета барша адамзат үшін ортақ нәрсе. Бұл жер туралы егер біздің білімдеріміз болмаса, көзқарастарымыз болмаса, бұл жерді әп-сәтте біз дұрыс емес мақсатта пайдаланып құрдымға жіберуіміз мүмкін. Оның соңы бүкіл адамзатқа зардап ретінде тиіп жатады. Ондай нәрселер тарихымызда да бар, әртүрлі полигондардың орын алуы, немесе әртүрлі өндіріс орындарының есебінен көп жерлердің бүлінуі, ластануы, немесе белгілі бір теңіздердің құрғап кетуі деген сияқты аймақтар, жайқалып тұрған ормандардың күйреп кетуі, сондай түрлі нәрселерді байқап жатамыз. Соның барлығы бірінші кезекте осы табиғатқа қатысты көзқарасымыздың, білімдеріміздің дұрыс деңгейде қалыптаспағандығы. Бірінші кезекте біздің пәніміз соны үйретуге тырысады, табиғатқа деген дұрыс көзқарасты қалыптастыруға. Сондықтан маңызы бар деп ойлаймын. Әр пәннің өзінің маңызы бар. Десек те, география солардың ішінде меніңше практикалық маңызы жоғары. Күнделікті өмірде көп дүниелерді жасап, іс жүзінде қолданып көруге болады деп есептеймін. Мысалы, ағылшын тілі сіз шетелге шықпасаңыз, тек қазақ ауылда, қазақ отбасында тұрсаңыз мүмкін керек болмауы мүмкін. Оны практикалық жүзінде қолданбауыңыз мүмкін, бірақ сіз географияны күнделікті өмірде ауа райы құбылыстарына қатысты болсын, күнделікті өтіп жатқан әртүрлі нәрселерге қатысты болсын, қолдансаңыз болады. Ең қарапайым ғана мысал, күнделікті өтіп жатқан уақытқа байланысты, сағаттық белдемдерге қатысты, күннің түсу бұрышына қатысты деген сияқты дүниелерді күнделікті өмірде қолдануға болады. Енді келесі сұрақ, мен өзімді соңғы уақытта қызықтырып жүрген сұрақ. Жалпы шетелде біздің қазақтар барған кезде Қазақстан шоколадын береді, немесе картадан Қазақстанды көрсетіп, Қазақстан деген елді білесіз ба дейді, бірақ көбісі білмей жатады Қазақстан деген. Бірақ біздің қазақтар таңғалады. Қазақстан деген дәл ортада тұрған ең үлкен осы географиялық орналасу бойынша, үлкендігі бойынша 9-шы орында, қалай білмейді деген секілді. Ал кейбір деректерде көрсетеді, басқа елдерде әр елдің өзінің дүниежүзінің картасы бөлек деп. Сол үшін Қазақстанда білмей жатады дейді. Жалпы дүниежүзінің карталары неге әр елде әртүрлі? Енді әр елдің білім беру жүйесіне байланысты деп ойлаймын тікелей. Олар не нәрсенің болуын қалайды, соны өз оқулықтарында, өз карталарында көрсетуге тырысады. Негізі көп дамыған елдерде қарайтын болсақ, негізі көп пәндердің оқыту бағыты яғни бір бағытта ғана кеткен, яғни узкий деп айтамыз, қысқа бағытта түсіндіруге тырысады. Мысалы, кейбір елдерде тек өзінің елі туралы ғана оқытады. География пәні кейбір елдерде ол тек өлкетану пәні ретінде қалыптасқан. Ал енді біздің елімізде ол енді дамушы мемлекет болғаннан кейін Қазақстанды да оқытады, және дүниежүзі елдерінде оқытады. Сол үшін бізде дүниежүзінің картасында, Қазақстанның картасында маңызы зор. Ал енді әртүрлі болуы, бұл бірінші кезекте ол халықтың өзінің таңдауына байланысты сияқты негізі.
Ол жерде де енді білім беру саласында өзінің бір ойшыл адамдары отыр ғой. Сол ойшыл адамдар демек сол нәрсені дұрыс деп тапқан. Сосын енді әр елдің мамандану саласы деген болады бұл жерде. Мамандану саласы деген қай іске бейім болып келеді. Кейбір мемлекеттер сол тек өзінің бейім ісін ғана ары қарай жалғастыра береді. Қалған бағытта тіпті жаңа нәрселермен айналысуды дұрыс көрмейді десек те болады. Мысалы тек техника шығарама, сол техника саласына ғана қатысты білімдерін жетілдіруге тырысады. Сондай жағдайларда мүмкін біз күндей бүкіл әлемнің картасын тану оларға қажет емес шығар. Мүмкін сондай да мақсаттарда болуы мүмкін. Бірақ ең негізгі нәрсе сол әр елдің білім беру жүйесінің қалай құрылғандығына байланысты. Соған байланысты әр елде әртүрлі болып жатады. Сіздің ойыңызша біздегі жүйе дұрыс деп ойлайсыз ба? Бүкіл дүниежүзінің тарихын оқу, дүниежүзінің картасын білу деген. Енді оған екі жақты қараған дұрыс деп ойлаймын. Егер географ маман болашағын осы географиямен елестететін маман болса, осы бағыт негізі дұрыс, ол жан-жақты болу керек. Бүкіл әлемнің объектілерін толықтай болмаса да шамасы жеткенше біліп шығу керек. Теориялық жүзінде де, мүмкін болса практикалық жүзінде де. Ал енді бұл бағытта тікелей маман болып саналмайтын, тек осы бағыт арқылы белгілі бір мамандыққа жеткісі келетіндер үшін сол негізгі ғана ақпараттарды білсе жеткілікті. Мысалы менеджмент болу үшін немесе психолог болу үшін кейде осы география пәнін таңдап жатамыз. Енді ол екі мамандықтың екі арасы екі бөлек. Немесе география пәні мұғалімі болу үшін, тарих пәні мұғалімі болу үшін таңдап жатады. Ол кезде енді тереңірек білген дұрыс негізі. Өйткені ол нәрсенің пайдасын көрмесе зиянын көрмейді. Сондықтан екі жақты қараған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ бәрібір қазір біздің білім беру жүйемізде осы қабылданған нәрсе бәрібір ол бірден қабылданған дүние емес. Ұзақ жылдар практикалық нәрседен өткен және көп адамдардың ақылдасуымен, талдаумен, арнайы сарапшылардың бекітуімен қалыптасқан дүние. Оған енді сырттай отырып әртүрлі сын пікір айтуға болады. Бірақ десек те ол шешімдер бірден келген жоқ негізі. Біздің осы білім саласында еңбек етіп жүрген үлкен ұстаздар, республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде солардың еңбектері ғой негізі. Сондықтан бұл қазіргі таңда ең дұрыс шешім сияқты. Пікіріңізге үлкен рахмет. Сізге енді соңғы түйінді сұрақ. Сіз үшін ең бақытты адам деген кім? Енді бақытқа әркім әртүрлі анықтама береді. Менің түсінігімде бақыт деген ол қанағат. Әр сәт негізі бақыт деп есептеуге болады. Бақыт қашан келеді, болмаса қандай жағдайда бақытты боламын деп ойлану керек емес. Тек әр сәтті тиімді пайдаланса, әр уақытын тиімді пайдаланып, әр сәттің қуану керек кезінде қуанса, немесе жалпы ойлану керек кезде ойланса, оқу керек кезде оқыса, соның барлығы негізі бақыттың бір бөлшектері. Және осы күйіне қазіргі адамдардың қанағат ете алуы. Әрине, бірінші кезекте материалдық жағынан, материалдық жағынан осы дүниесіне қанағат етсе, сондай-ақ өз саласы бойынша тоқтамай еңбектенсе, кәсіби деңгейге шығуға ұмтылса, сол негізі адамның ең басты бақыты. Бірақ қысқаша бақыт дегенге мен сол қанағат деп анықтама беремін. Өте үлкен рахмет. Құнды ойыңызға, өзіңіздің пікіріңізбен бөліскеніңізге рахмет, және сонымен қатар біздің подкастымызға, осы шақыртуымызды қабылдағаныңызға, уақытыңыз бөлгеніңізге рахмет. Осы ниет пейілдеріңізге, мақсат мұраттарыңызға сәтті жетулеріңізге тілектеспіз. Осы оқу жылы өздеріңіздің қалаған балдарыңызды шығарыңыздар, шәкірттеріңіз керемет жетістіктерді көрсетсін. Құрметті біздің көрермендер, біздің подкастымыз сіздерге өте пайдалы, қызықты болды деген ойдамыз. Сіздердің пікірлеріңізді күтеміз. Біздің Абылай ұстаз сіздердің пікірлеріңізді күтетін болады. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.